Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті достар, құрметті. Мен осы шынымды айтсам, баршаңызды бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Мерекелеріңізбен аман болыңыздар. Бір залда осындай міне 3000 адамдық залда бірден еліміздің ең үздік ұстаздарын көріп отырған өте қуаныштымын. Осы ұстаздардың алдына шыққан кезде ештеңе айта алмай қалам, баяғыда мектепте сондай едім. Тақтаға шығып бірдеңе айт деген кезде мен үшін бір кәдімгі бітті сол бар ғой. Енді шыны керек, мына негізі мен өз басым, біздің қазақ елінің біліміне өз басым өте ризамын. Мына бір рет КВН-да жүргенімде біз айтамыз, жалпы біздің қазақтың балдары, жалпы қазақстандық бүкіл балдар бәрі білім өте жоғары. Біз кейбір мемлекеттерде айтамыз ғой, ой мықты деп. Сөйтсек олар бар ғой, көп нәрсені білмейді екен. Шынымен Европаны мықты айтсақ, жоқ, өздерінің тарихын біледі, басқа елдің тарихын білмейді екен. Географиясын өзіндікін біледі, басқаны білмейді. Мына Россияда бір КВН-ді ойнап жүрсем, сахнаның сыртында тұрсам, бір жігіт, жас жігіт болған 7-ші класстың баласы, орыс баласы сұрап жатыр. Вы откуда приехали, деді. Мен айтамын, с Казахстана, дедім. А это где, дейді. Мен айтамын, как где? Казахстан? А где это находится, дейді. Знаешь, Саратов, Самара область десем, тіпті өзінің облыстарын білмейді ғой ана бала. А Монголию знаете? Нет. Китай знаете? Ну, слышал, не знаю, где находится. Ну, это мен примерно айтайын саған енді. Айттым да, в эту сторону Казахстан, дедім. В эту сторону, где-то там у нас находится Казахстан. А дальше что, дейді? Дальше нету ничего, дедім. Жер бітет, дедім содан кейін. Как это, дейді? Как, дедім, жер бітет? Аяғын салып барады, бүйтіп жерді астына қарап отырасың десем, вам не страшно, дейді ғой, қараңыздар шенді бар ғой. Сода жердің домалағын білмей тұр ғой ол бала деймді. А біздің қазақтың білімі қандай керемет. Бүгінгі таңда негіз қарап отырсақ, 3 тілде қандай жақсы. Мен мысалы қазір ағылшын тілін қосқанда өз басым өте қуаныштым бар ғой. Прагаға КВН ойнауға бардық, кубок Прагаға. Через Амстердам. Мен сіздерге бір қызық айтып берейін. Ағылшын тілін білмейтініміз ғой сол жаңағы. Таможнядан өтейін деп атсақ, бірдеңе айтады бізге жаңағы. Бірімізге қарап қоямыз бәріміз КВН деп қоймыз ғой, Амстердамда КВН-ді қайтсын жаңағы. КВН, ха-ха-ха, юмор деп, комеди, окей, бірдеңе сұрайды, түсінбей 7 сағат сол жерде тұрдық қой. Сенесім, 7 сағат қарап қалсақ, бір орыс тұр екен, орысша сөйлеп, жүгіріп барып сұрадық, на английском знаете деп, да, знаем, переводите, что он нам говорит, не знаем десек, ана жақтан шақыру қағаздарың бар ма деп соны сұрап жатыр екен деп, біз соны түсіндіре алмай жатыр ғой, қараңыздар. Сондықтан да мен өз басым осы білім. Мен өзім шынымды айтсам, қазіргі менде ұстаздар залда отыр ғой, мен осындай сәтті пайдаланып бір нәрсе айтқым келіп тұр да. Мен қызым бар 2-ші класста оқитын. Ана қызымның сабағын қарап отырсаң бар ғой, вообще түсінбейді екен біздер бар ғой. Баяғыда бірдеңе түсіндіретін едік қой, 1-ші сыныптың баласына, 2-ші сыныптың баласына. Вообще түсіндіре алмайсың бар ғой. Ана бірақ білмеген түрді істемейсің, бірақ бар ғой. Бір білетін секілді. Дұрыс. Оның алдында сабақта не айтып еді сендерге? Сол бойынша кішкене ойланып көрсеш өзің. Мен емес сен ғой оқып отырған деп үйретесің да жаңа ана балаға. Түсіндіре алмаймыз. Сондықтан да мен ойлаймын да, қазір неше түрлі подготовительный курстар бар ғой, ата-аналарға да ашып қою керек секілді бар ғой. Ертең болатын сабақты бүгін барып оқитын жаңа. Жоғаны балдардың алдында ұят бар ғой, кәдім бар ғой. Папа, сендердің кездерінде қандай сабақтар болды деген кезде, тура осындай дейсің, не дейсің енді ол балаға жаңа? Біздің, мен мектепті қарап отырсам, кей кезде балдарды алып кетуге барам ғой жаңа, класстан. Негізі ұстаз қандай, оқушы да сондай болады екен. Фундамент соны ұстаздан басталады екен ғой, қазір бар ғой. 1-ші сыныпта қай мұғалімге берсең, баланың мінезі сондай болып шығады екен. Расымен, ана 1-ші сыныптың есіктері тұрады, өзі 1-ші этажда болады, 1-ші сыныптың балдары білетін шығарсыздар, сол мектепте істейсіздер ғой. Сонда қарап тұрсам, бір класстың есік ашылды ғой. Есік әзер ашылды бейді. Ішінен балдар шығып жатыр, бүкіл балдардың бәрі, спокойно бәрі. Артынан қарасаң, мұғалемі шығып жатыр ғой, жүрісте сондайғы балдар сен. Бір кезде бір есік сынып қалама деп ойладым ғой. Бадақ деп ашылды. Бүкіл бала шықты ғой жана. Артынан мұғалем шықты. Ал сіздер жүгірме! Сәбия жүгір! Мындай, ұстап, мұндай. Анам, қарасаң бар ғой, тура сондай бар ғой. Бір кезде бір сыныптың есік ашты. Балдар деген, ана бастар деген бір потолокқа қарап шығып жатыр ғой. Артынан мұғалем шығып жатыр, тура сондай бар ғой. Байқап отырсам маған ұқсайды. Сосын қай пәнде ұстаз қандай, сол пән солай оқитын біз. Қатал мұғалімнің сабағын оқимыз.
бір сондай ғой өзі, сұрап қалу мүмкін деп. Мұғалімдердің өздері сыныпқа күшті кіреді ғой, негізі бар ғой. Енді қазір оқушылар жоқ, айта берейін өздеріңізге енді. Бір мұғалімдер болады, кірген кезде сыныпқа кіріп кетірған сияқты емес. Бір военный объектке кіріп кетірған секілді бар ғой. Шынымен сондайға түрін қарасаңыздар бар ғой. Оқыған, жаттағаның бәрін ұмытып қаласың осы рас болғанда. Бірінші сұрағым мынандай жаңағы. Кім жоқ дейді. Жоқ адам сразу пайда болады ғана жерде бар ғана. Мұғалімді көрген кезде сондай мұғалім. Кейбір мұғалімдер бар, өзі ақ көңіл сондай. Қалайсыңдар, сен сабақ қалай? Қайда кетпесін? Көтачқа сабақ бастайды. Ол мұғалім сабақ. Кейбір мен мысалы шыны керек, өзімнің алғашқы ұстаздарымды осы залда отырған білем. Сондықтан да сіздерді бүгін мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы ұстаз деген өте керемет. Негізі мен өз басым шынымды айтсам, бүгінгі таңдағы қазақ осы балаларының мектептерін көріп жатсақ, жалпы даму өте керемет, өте жақсы. Мына мысалы үшін жаңа алтын ұстаздар деп жатырмыз, жаңа айтып жатыр ғой, биыл жазғы ойындарда Рио олимпиадасында біз 3 алтынға ие болдық, иә? Осының алдында 7 алтын алдық, осы жолы 3 алтын алдық. Сөйтсем біздің спортсмендер математика екен ғой шетінен бар ғой. Расымен қай қалада өтеді, қай қала қанша әріп сонша алтын әкеліп жатыр ғой. Математик мектепте күшті оқыған ғой негізі бар. Пекинде өтті, 2 алтын алдық. Сөйтсек Пекин деген Қытай тілінде екі ғана буква екен, Пекин деген 2 алтын алып келді. Одан кейін Лондонда өтті, 7 алтын алып келді. Лондон деген 6 алып болса, England деген 7 әріп екен. 7 алтын алып келді. Міне Рио олимпиадасына бар, 3 алтын алып келді. Рио 3 алтын. Негізі спортсмендерге кетіп батқанда Рио демеу керек еді. Бәрін айту керек толығымен. Рио де Жанейро деп. Сол кезде 12 алтын алып келеді. Келесі олимпиада Токио. 5. Токио демеу керек. Жапония елі деу керек. Немесе күншығыс елі деу керек. Сонда 17 алтынға ие боламыз деп ойлаймын. Өйткені жылдан жылға алтынның да саны көбейе берсін. Алтын ұстаздардың да саны көбейе берсін. Өйткені біз керемет халықпыз ғой. Біз секілді әлемде ұлт жоқ екен. Ал осыны қылатын ол сіздер, аяулы ұстаздар. Мерекелеріңіз құтты болсын, аман болыңыздар.